Бізге адам баласына жіберген екі ақ жол бар. Мақұрым қалған және мақұрым болмаған. Мақұрым қалған жолдар, олар адасқан жолдар, ол дүниеге берілген жолдар. Арақ шарап, ойын күлкі, ішу, тұшу, арақ, тамақ, дос күлкі, ырың-жырың, әшейін бос өткен уақыт болмақ. Біздің ғайбатымыз, ішіміздегі өсектеріміз, біреулер көре алмаушылықтарымыз, бүкіл нәрселердің бәрі біздің бос өмірмен өткізген, бос іспен өткізген болғандардың мақұрым қалғандар қатарындамыз. Мақұрым қалмаған адамдар, олар әулие болған, тақуа болған, басқалармен дос болған, басқаларға сол жолды көрсеткен, махшар әлемінде қасына жақсыларды ерте алған, пайғамбардың жолында жүре алған, және де бала шағасын сол жолдан адастырмаған адамдар бар. Олар Аллахтың көрсеткен сүйген құлдары немесе тақуалары болған. Біз махрұм болмаған қатарында болуымызды Аллах өзі нәсіп етсін. Махрұмдықтан сақтансын. Ел жұртымыз тыныш болудың бір-ақ жолы осы махрұмдықтан алыс болса, бізге жан-жағымыздағы кәпір болған мемлекеттер бізге зиян тигізе алмақ емес. Зиян тигізудің жолдары олар көздеріңіз әлемде көріп отқаныңыздай, мақұрым қалған жолмен жүрген адамдар, олар Израиль болсын, мейлі Иран болсын, мейлі ол ақш болсын, бәрі мақұрым қалған жолдың қатарында. Мақұрымдықтан біздерді Алла өзі сақтаған құлдардың қатарында етсін. Біздерді иманымызды кәміл етсін. Біздердің өзіміздің ата-бабамыздың жолында жүре алған, Абайдың, Шәкәрімнің жолдарын жүре алған, және де Қожа Ахмет Яссауи аталарымыздың жолына жүре алған құлдардың қатарында етсін. Біздерді кәпірліктен сақтасын. Әмин.